Баршаңызға сәлем. Күнделікті қайталанатын тағамдардан шаршасаңыз, міндетті түрде осы тағамды жасап көріңіздер. Өте дәмді және де еттері жұп-жұмсақ болып шығады. Біз ең алдымен тестасын дайындап қоятын боламыз. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа, тұз және салқын суымыз қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып, ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ етіп қамырымызды илеп қоямыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Және де келесі видеода қандай тағам түрін немесе тәтті түрін қаласаңыз, астына комментарийға қалдыра кетіңіздер. Сіздермен жасап, міндетті түрде бөлісетін боламын. Қамырымызды жақсылап илеп болған соң, бетін жауып, бөлме температурасында қалдыратын боламыз. Келесі біз начинкасын дайындайтын боламыз. Алдын ала барлығын дайындап қоямыз. Бізге бір сәбіз және де картоп және жарты пияз қажет болады. Негізі бұл тағамды үйіңізде қанша отбасы мүшелері болса, соған қарай көп немесе аз мөлшерде жасасаңыздар болады. Бұл тағамның атын көбінесе дімляма деп те атайды. Егер де сіз осы видеоны көріп тұрсаңыз, сіздердің өңірлеріңізде бұл тамақты қалай атайды? Астында комментарийға қалдыра кетіңіздер. Біз начинкамызға тұз бұрышымыздың барлығын салып, жақсылап араластырып қоятын боламыз. Келесі бізде 2 штук сәбіз және де 6-7 дана картоптарды жақсылап турап, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап дайындап қоясыздар. Бізде картоп сәбіздерімізді өте қатты майдалап жіберудің қажеті жоқ. Біз картоптарымызды 2-ге немесе 3-ге бөліп дайындап қоямыз. Тағамымыз дәмді болу үшін біз бір болгар тәттісін де қосып турап аламыз. Артынша пияз, етімізді де майдалап турап, дайындап тамағымызды бастаймыз. Қазанымызға керегінше сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздыртып, етімізді салатын боламыз. Бірінші етімізді жақсылап қуырып болғаннан соң, артынша пиязымызды да салып, жақсылап пиязымыз сарғайғанша қуыратын боламыз. Пиязымыз қуырылып болғаннан соң, артынша сәбіз, болгар тәттісін және де картошкамызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып, 5-7 минуттай қуырып, артынша томатымызды қосатын боламыз, біраз қасық. Барлығын жақсылап араластырып, дәмдеуіштерімізді және де тұзымызды салып, салқын суымызды құйып, демдейтін боламыз. Барлығын қуырып болғаннан соң, аз ғана суымызды қосып, бетіне біз капусталарымызды орнататын боламыз. Бетін жауып, газымыздың астын орташа отта біркелкі етіп пісіретін боламыз. Мұнда біз пісіріп болғаннан соң, келесі біз тестамызды жаятын боламыз. Тестамызды жақсылап ұнға аунатып, сосын барып жұмсақ етіп қамырымызды жаямыз. Бізде қамырымыз өте жұмсақ болған, сол себепті алдын ала ұнымызды сеуіп, қамырмен арасы жабыспайтындай етіп, жұқа қамырымызды жаямыз. Бізде бұл тамақтың ерекшелігі де осы тестасында болып тұр. Сол себепті тестасын өте жұқа етіп жаямыз. Жайып болған соң, бетіне сұйық майымызды жағып шығамыз. Барлығын біркелкі етіп майын жағып, тестамызға сіңгеннен соң, тесталарымызды біркелкі етіп пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Мен тестаны 4-ге бөліп алдым, сосын барып 2-ге бөліп, өзіміздің кез келген формамызға келтіріп кесіп аламыз. Сосын кесіп болған тесталарымыздың ішіне начинкаларын салатын боламыз. Начинкаларын бір тегіс етіп барлығын жайып, салып, сосын барып гүл формасына келтіріп орайтын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Бұл тамақ осы гүл ханыммен өте әдемі көрінеді. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Сіздер осы начинканың орнына фаршты да қолдануға болады. Бізде тамағымыз өзі еті бар болғандықтан, біз осылай ішіне начинкасына сәбіз бен картошканы қостық. Ал енді біз осы капустаның үстіне жаңағы гүл тәріздес тесталарымызды орнатып, барлығын бір тегіс етіп қойып шығамыз. Алдын ала осылай орнын дайындап аласыздар. Сосын барып, тесталарымызды осылай салып, біркелкі етіп, бетін жауып, 40 минутқа қалдырамыз. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Енді тамағымызды дастарханға ұсынатын боламыз. Алдымен осы бетіндегі буға піскен гүл мантыларымызды алып аламыз. Алдын ала сосын барып, қалған тамағымызды ыдысымызға салып, бетіне әсемдеп ұсынсаңыздар болады.
біздің тамағымыз дайын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Еттері жұп-жұмсақ болып піседі. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта менің каналымның қандай рецептісін көргіңіз келсе, астында тұрған комментарийға жаза кетіңіздер. Мен сіздердің комментарийларыңызды міндетті түрде оқитын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын. Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын хан палаудың рецептісін бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма подписация жасап, тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен 500 грамм күрішімізді жылы суға салып қоятын боламыз. Үстінен 1 шай қасық тұзымызды да салып, араластырып жібереміз. Күрішімізді суда 1-2 сағатқа қалдыратын боламыз. Қызып тұрған майымызға құйрық майымызды жақсылап майдалап тура болатын боламыз. Бұл тамағымыздың дәмді болып шығуына септігін тигізеді, және артынша майдалап еттерімізді тура болатын боламыз. Барлығын майда қуырып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Артынша пиязымызды да майдалап турап қуыратын боламыз. Негізі әркім әртүрлі жасайды екен. Біреулер алдын ала бірінші пиязды қуырып алады екен, немесе етті қуырып алады екен. Бұл өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сіздерге қалай ыңғайлы, солай істесеңіздер болады. Біздің палауымыздың дәмін келтіретін ноттыдағы осылай жанында қайнатып алатын боламыз. Жұмсақ болған кезде, суын құйған кезде оны да қосып жібереміз. Пияз бен етімізді қуырып жатқан кезде тұзымызды да осы кезде салып жіберетін боламыз. Қуырылып болғаннан соң артынша сәбізімізді де салып 2-3 минуттай қуырып алатын боламыз. Қуырып алғаннан соң үстінен қайнап тұрған суымызды да құйып аламыз. Суымызды қатты көп етіп құймаймыз, осылай өзіне жеткілікті етіп құямыз. Сосын артынша зира, дәмдеуіштерімізді қосып, артынша піскен нотымызды да қосып жіберетін боламыз. Біз 1 сағаттай қайнатып болғаннан соң артынша күрішімізді жуып, үстінен салатын боламыз. Мен бұл палауға лазер күрішін қолдандым. Өте керемет болып, езілмей шығады екен. Сіздерге де кеңес беремін. Лазер күрішімен жасап көріңіздер. Барлығын салып болғаннан соң осылай орташа отта қайнатып, суын тартылғанша қайнататын боламыз. Суы тартылғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша чеснокты қоссаңыздар болады. Осылай қойып 30 минутқа демдеп қоятын боламыз. Міне біздің күрішіміз 30 минут өтті. Осылай жартылай пісіріп алатын боламыз. Осылай піскеннен соң барлығын жақсылап араластырып дайындап алатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай күріштері өте керемет болып, жабыспай, әдемі болып піскен. Енді біз бұны қазанымызға салып табада пісіретін боламыз. Ең алдымен бізге лаваш керек болады. Кез келген қазанымызға осылай бірінші сұйық маймен майлап алатын боламыз. Сосын барып лавашымызды салып жасайтын боламыз. Лавашты қазанға өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша орналастырасыздар. Сосын барып біз жаңағы тамағымызды салып, үстінен аккуратно етіп дайындайтын боламыз. Бетіне осылай қазанның қақпағымен осылай кесіп алсаңыздар болады. Бұл жаңағы тамағымыздың бетін жапқанға өте ыңғайлы болып келеді. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Міне біз күрішімізді араластырып, біркелкі етіп салатын боламыз. Достар, егер де сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Осылай барлығын салып болғаннан соң жаңағы кесіп алған лавашымызды салатын боламыз. Лавашымызды тамағымыздың бетіне жақсылап орап, орналастырып, бетін сұйық маймен жағып, дайындап алатын боламыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің тамағымыз пісіп шықты. Пісіп шыққаннан соң осылай сіздер ыдысыңызға, кез келген ыдыстарыңызға осылай аударып ұсынсаңыздар болады. Бұл өте қарапайым және де оңай болып келеді. Достар, осы тағамды 1000 рет естіп, 1000 рет көргеннен гөрі өздеріңіз үйлеріңізде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте дәмді, ресторандағыдай керемет болып шығады. Егер де үйіңізде қонақ күтетін болсаңыз, осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер.
қонақтарыңыз осы тағамға ғашық болып қалады. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз және де осындай керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын! Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен балықты духовкада пісіретін боламыз. Бұл өте оңай және де дәмді болып шығады балықтарыңыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 4 ас қасық сұйық майды құямыз. Артынша 1 чай қасық қара бұрыш, сосын кептірілген сарымсақ, қызыл бұрышымыздан да қосамыз және де құрғақ кептірілген аскөктерімізде қосатын боламыз. Артынша балықтарға арналған приправа болады. Кез келген дүкендерден таба аласыздар. Соны да қоссаңыздар, сіздердің балықтарыңыз дәмді болып шығады. Барлығын араластырып болғаннан соң 2 чай қасықпен майонезімізді де салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұл біздің балығымыз өте дәмді болып шығады. Алдын ала балығымызды жуып аламыз. Жуып, осылай барлығын дайындап болғаннан соң, щетканың көмегімен балықтарымыздың сыртына және де ішкі жағына жағып шығатын боламыз. Барлығы видеода көрсетілгендей етіп жағып шықсаңыздар, сіздердің балықтарыңыз дәмді және де жұмсақ болып пісетін болады. Міне біздің балықтарымыз дайын болды. Дайын болғаннан соң біз алдын ала пешімізді 240 градус немесе 220 градуста алдын ала осылай балықты пісіруге арналған режимге қойып пісіріп аламыз. Міне біздің балықтарымыз пісіп шықты. Өте керемет, дәмді және де иісі мұрынды жаратындай әдемі жұмсақ болып піскен. Енді балықтарыңызды әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Достар, егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, астына пікір қалдыра кетіңіздер және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздер де міндетті түрде балықты осылай жасап көріңіздер. Ас болсын! Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен чечевичный суп жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Және де бұл чечевицаның құрамында темір, калий, кальций, омега-3, омега-6, магний микроэлементтері өте көп. Бұл тағамды аптасына 2 рет жасап тұрамын. Өте оңай және де дәмді болып шығады. Қызып тұрған қазанымызға қимайын салып ерітіп аламыз. Артынша туралып дайындалып қойған пиязымызды және де теркадан өткен сәбізімізді салып 5 минуттай осылай қуырып алатын боламыз. Қуырып болғаннан соң тұзын және де 1 ас қасықпен томатты салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Барлығын қуырып болғаннан соң артынша керегінше суымызды құйып жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Бұл тағамды біз отбасымызбен сүйіп жейміз. Өте дәмді болады. Ет жемейтін балдарымызға осылай міндетті түрде аптасына 2 рет жасап беру керек. Келесі чечевицамызды салып, жуып, тазалап, тағамға қосатын боламыз. Менде 400 грамм чечевица кетті. Осылай салып алып, алдын ала жақсылап жуып аламыз. Бұл тағаммен бірге қасына асқабақ дәндерін немесе қытырлақ нандарымызды қасына қосып ұсынсақ болады. Чечевицамызды енді қайнап болғаннан соң осылай үстіне салып және де 40-45 минут қайнатып аламыз. Бұл чечевица тез дайын болады. Және қалауларыңызға қарай асқабақ қоссаңыздар болады. Мен асқабақ қосып осылай дәмді болу үшін майдаланған бөліктермен осылай салып жібереміз. Және де дәміне қарай приправа және де тұз барлығын салып 45 минутқа қалдырамыз. Орташа отта осылай жаймен қайнаған дұрыс. Сонда біздің чечевицаларымыз әдемі болып пісетін болады.
Біздің суп дайын болды. Дайын болған кезде осылай араластырып көреміз. Өте әдемі. Осылай ұсынсақ та болады. Мен блендердің көмегімен барлығын біркелкі етіп осылай жақсылап араластырып дайындап алдым. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасап көріңіздер. Бұл тағам міндетті түрде үлкен, кіші және де балаларымызға бәріне ұнайтыны сөзсіз. Біз бір жасағанда осылай бір кесе емес, 2 кеседен ішіп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Және де біз бұл чечевичный супты қасына қытырлақ нандармен ұсынатын боламын. Және де қытырлақ нандармен өте керемет кетеді. Бұл суптың құрамында чечевица және де асқабақ қосылған болғандықтан өте пайдалы. Сіздер де балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Өте дәмді және де тез дайын болатын тағамның түрі. Достар, егер де сіздерге видеорецепт пайдалы болса, лайк басып, астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астына тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеліңіз. Және де достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Сонымен қатар, чечевица бұл дәрумендер мен минералдарға бай болғандықтан асқазан ішек жүйесін жақсартады. Құрамында калий мен магний болғандықтан қан қысымын төмендетіп, жүрек саулығын нығайтады. Айта берсек, пайдасы өте көп, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай керемет сәбіз салатын рецептісін ұсынамын. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіз. Ең алдымен бізге осындай 5 штук сәбіз керек болады. Оны біз осы үккіштен өткізіп, барлығын алдын ала осылай дайындап аламыз. Видеода барлығы көрсетілгендей етіп, міне біздің сәбізіміз дайын болды. Сәбізімізге 1 чай қасық тұз және 1 чай қасық уксусымызды құйып аламыз. Және де қолымызға осындай перчатка киіп, жақсылап сәбізімізді өлтіріп аламыз. Осылай араластырып, сосын бетін жауып, бөлме температурасына қойып қоямыз. Келесі біз майымызды қыздырып, осы 1 пиязымызды және де 4-5 чесногымызды майға қуырып алатын боламыз. Біз сәбізбен бірге алдын ала осындай кішкене жарты бөлігін ғана капустаның турап, майдалап турап аламыз. Барлығы видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Міне капустамызды барлығын турап болған соң, 1 чай қасық тұзымызды қосып, оны да қолымызбен жақсылап мұжып, бетін жауып, бөлме температурасында қалдырамыз. Мұнда біз қызып тұрған майымызға жаңағы турап қойған пиязымызды салып, қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Пиязымыз сарғыштау түске енген кезде келесі чесногымызды да артынша салып жібереміз. Бұл салатқа өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осындай аскөктерді қоссаңыздар болады. Менде бұл жерде петрушка және укроп болды. Оны да жақсылап, майдалап, пышақтың көмегімен турап алатын боламыз. Енді барлығын осы сәбізіміздің үстіне салып, дәмдеуіштерімізді саламыз. Менде осындай сәбіз салатына арналған приправа болды. Соны қостым. Менде бұл острый ащы түрі, көп қосып жібермеңіздер. Және де жаңағы қуырып алған пиязымызды, чесногымызды да салып, жақсылап барлық дайын қоспаларымызды салатын боламыз. Барлығын салып болған соң, біз перчатканың көмегімен салатымызды жақсылап араластыратын боламыз. Біздің салатымыз дайын болды. Міне видеода көріп отқандарыңыздай өте керемет болып тұр, сочный болып. Және де бұл істеп болған соң 1 сағатқа холодильникке қалдырсаңыздар болады. Егер де менің видеом ұнаса, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Ас болсын. Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет салаттың рецептісін бөлісетін боламын. Үйлеріңізге қонақ келгенде 5 минуттың ішінде дайын болатын салаттардың бірі. Біз ең алдымен осындай колбасаларымызды турап алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, өздеріңіз қалағанша, өздеріңізге ұнаған кубик ретінде және немесе соломка ретінде де турап алсаңыздар болады. Барлығына кете береді.
Осы колбасамызды турап болғаннан соң осындай 3 жұмыртқамызды, қайнатылған жұмыртқаларымызды да осылай кубик етіп турап алатын боламыз. Келесі кезекте біз осындай бір штук қиярымызды да 4 бұрыш етіп турап, барлығын жақсылап турап аламыз. Сосын барып тәтті жүгерімізді де саламыз. Керешкемізді де салып жібереміз. Бұл салаттың өте керемет болуына әсер етеді. Және де осындай 1-2 чеснокты майдалап турап салып жіберсеңіздер болады. Артынша барып майонезімізді жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң тарелкамызға салып жақсылап ұсынсаңыздар болады. Сіздер де осындай салатты жасап көріңіздер. Қонақ келген кезде 5 минуттың ішінде дайын болатын салаттардың бірі. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Алдағы уақытта өте керемет рецепттер салатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздер де міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер. Ас болсын! Сәлем достар, бүгін сіздермен диеталық сусын жасайтын боламыз. Бұл артық салмағы бар кісілерге, әйел адамдарына өте керемет сусын. Бұл артық салмақтан арылтады және де іштегі артық майларды кетіретін болады. Күнделікті жатарға жарты сағат қалған кезде 1 стаканнан ішіп отыру қажет болады. Бұл сусын тез әрі қолжетімді заттардан тұрады. Бізге керегі қияр, балғын болу қажет және де имбир қажет. Сосын бізге 1 лимон согының жартысын согы керек болады. Барлығын тазалап болып, блендердан өткізетін боламыз. Бұл сусын өте дәмді болып шығады. Адам ағзасына өте әсері көп. Пайдалы сусындардың бірі болып табылады және де артық салмағы бар адамдарға өте керемет сусын болып табылады. Барлығын турап болғаннан соң 1 стакан суымызды құйып, блендердан өткізетін боламыз. Блендердан өткізіп болғаннан соң барлығы бірге араласты. Енді біз ситадан өткізіп алатын боламыз. Жақсылап ситадан өткеннен кейін суын іше берсек болады. Дайын болды біздің сусын. 1 стакан суды жатар кезде ішіп жатсаңыздар болады. Бұл сусын адам ағзасындағы ас қорыту жүйесін жақсартады және де зат алмасу процесін реттейді. Егер де менің пайдалы ақпаратым ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Ас болсын! Сәлем достар, бүгін сіздермен керемет болып шығатын цезарь салатының рецептісін ұсынатын боламын. Бұл цезарь салатының соусы өте ерекше жасалынады, сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер, жаңа видео рецепттерді жіберіп алмаңыз. Ең алдымен біз осындай тауықтың төс етін кесіп, алдын ала дайындап пісіріп алатын боламыз. Біз бұл тауық еттерін пеште пісіретін боламыз. Етімізге осындай приправаларды сеуіп, жақсылап жағып, сіңдіріп, барып духовкаға жіберетін боламыз. Менде паприка және де осындай кориандр дәмдеуштерін қосатын боламыз. Соңында осындай сұйық майды да қосып жібереміз. Барлығын жақсылап тауық етімізге сіңдіріп, жақсылап араластырып, пешімізге 200 градуста жарты сағатқа жіберетін боламыз. Бұл салатқа біз осындай корейский капустаның жарты бөлігін алатын боламыз. Өздеріңізге қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Осылай барлығын қолдың көмегімен немесе пышақтың көмегімен кесіп турап аламыз. Келесі біз сухарики дайындайтын боламыз. Үйдегі осындай бар нандарымызды өзіміздің кез келген формамызға кесіп, бетіне паприка және де сұйық майды сеуіп, 180 градуста пісіріп аламыз. Біз келесі соусымызды дайындайтын боламыз. Өте керемет болып шығады соусы. Бізде осындай 5 ас қасық майонезді саламыз.
Келесі осындай сырымызды, теркадан өткен сырымызды да салатын боламыз. Келесі бізде осындай тазартылған чесноктарымызды да салып, шым-шым тұзымызды да салып жібереміз. Келесі бізде осындай жарты лимонның суын да қосатын боламыз. Бұл лимонның суы бізге салатымыздың дәмін өте керемет қылып шығарады. Болғаннан соң барлығын осылай блендердан езіп дайындайтын боламыз. Біздің соусымыз дайын. Келесі піскен тауықтарымызды осылай кез келген формада кесіп дайындап аламыз. Келесі біз чили қызанақтарымызды да ортасынан 2 бөліп, барлығын дайындап қоямыз. Сонымен қатар бөдене жұмыртқаларында қосыңыздар. Бұл өте пайдалы және де салатқа ерекше дәм беріп тұрады. Міне біз барлығын дайындап қойдық. Енді барып біз соусымызды капустамен бірінші жақсылап араластырып аламыз. Сіздер перчатка киіп осылай қолдарыңызбен араластырсаңыздар өте ыңғайлы болады. Келесі біз жұмыртқа дайындап қойған, тауық етін, чили қызанақтарын және де сухарикімізді салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Перчатканың көмегімен жасасаңыздар, араластырғанға өте керемет. Міне біздің салатымыз дайын. Енді дастарханға ұсынсақ болады. Тарелкаға осылай ең бірінші капустасын жақсылап астына салсаңыздар, салаттарыңызды өте әдемі көрсетеді және де биік болып, әдемі болып көзге көрінеді. Соңында біз осындай сырды бетіне теркадан майдалап өткізетін боламыз. Бұл да бір салаттың әдемілігін ашып тұрады. Достар, егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер және достарыңызбен бөлісіңіздер. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен кимчи дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізде 1 литр суға 3 ас қасықпен тұзымызды салып, суда ертіп алатын боламыз. Барлығын алдын ала дайындап, ертіп алуымыз керек міндетті түрде. Сосын барып, тазартылған пекинский капустамызды алып, ортасынан бөліп, жақсылап дайындап алатын боламыз. Сіздер кез келген өздеріңізге ыңғайлы посудаларға орналастырсаңыздар болады. Іші кең және де біздің капустамыз ыңғайлы суда батып тұруы қажет болады. Біз суымызды осы капустаның бетіне дейін жауып тұратындай етіп, барлығын суды құйып, суда қалдыратын боламыз. Және де біздің капустамыздың үсті басылып тұруы қажет болады. Менде өзімнің ыдысымда судың ішінде тұрғандықтан, көтерілмей тұрғандықтан, бөлме температурасында 2 немесе 3 күнге бетін жауып қалдыратын боламыз. Міне бізде 3-ші күн уже капустамызды судан алдық. Енді біз осылай ащы бұрышты және де чесноктарымызды салып, капустамыздың жапырақтарына жағуға дайындайтын боламыз. Осылай барлығын блендердің көмегімен езіп алсаңыздар, өте керемет болады және де капустамызға біркелкі етіп жағылатын болады. Сіздерге де кеңес беремін, осылай барлығын блендердің көмегімен жасасаңыздар болады. Міне 3 күннен соң осылай капусталарымызды салқын суға шайып алатын боламыз. Шайып жуып алғаннан соң осылай кез келген ыдысымызға алып дайындап аламыз. Дайын болған ащымызды осылай дайындап, арасына жағып шығатын боламыз. Сіздер де міндетті түрде қолдарыңызға перчатка киіп, осылай капусталардың арасына жақсылап жағып шығатын боламыз. Осылай барлығын жағып болғаннан соң холодильникте ұстайтын боламыз. Міне достар, біздің кимчиіміз дайын болды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Және де видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!
Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын мерекелік дастархандарға арналған салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен бізге осындай нандарымыз қажет болады, 5-6 данасы қажет болады. Сосын барып, осылай кубиктап, пышақтың көмегімен бөлшектеп алатын боламыз. Барлығын біркелкі етіп осылай бөлшектеп болғаннан соң 180 градуста 15-10 минуттай ыстық пешке салып аламыз. Келесі бізде чеснок, 2 дана чеснок және де жарташа қасық бұрыш, қызыл бұрыш және қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып болғаннан соң сұйық майымызды да жақсылап араластырамыз. Араластырып болған массамызды жарты сағатқа бөлме температурасына қойып қоямыз. Келесі бізде эмирдің сырлары. Сіздерді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген сырды қолдансаңыздар болады. Барлығын біркелкі етіп, кубик тәріздес бұларды да бөлшектеп алатын боламыз. Келесі бізде осылай қызанақтарымызды жақсылап жуып алғаннан соң, бұны да бізде кубик тәріздес етіп бөлшектеп алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, барлығын осылай біркелкі етіп, дайындап турап аламыз. Келесі бізде жұмыртқа. Бізде де жұмыртқамызды дәл осылай кубиктап турап аламыз. Барлығын біркелкі етіп турап болғаннан соң, ыдысымызға салып, дайындап қоятын боламыз. Бұл салаттың ерекшелігі бізде осы тауықтың сан еті немесе тауық аяқтарының еттерін духовкада пеште пісіріп алып, осылай бұны да кубиктап турап алатын боламыз. Қызып тұрған табамызда магымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуырып алғаннан соң басқа ыдысқа салып, жаңағы дайындап қойған соусымызды салып, артынша жаңағы кептірілген нандарымызды да салып араластырып, 5-10 минуттай біздің нандарымыз қызарып, қызарғанша, қызыл сарғыш түске енгенше қуырып аламыз. Міне енді біз салатымызды жинайтын боламыз. Өздеріңіз кез келген осындай кальцияның көмегімен салатымызды жинаймыз. Ең астына етімізді саламыз, артынша майонез, сосын барып жұмыртқамызды да салып, жақсылап барлығын бір тегіс етіп дайындап алатын боламыз. Мұқият шеттерін жақсылап бір тегіс етіп жасаңыздар. Өйткені біздің салатымыз сыртынан әдемі болып көрінеді. Барлығын осылай артынша майонезімізді де жағып, жақсылап бір тегіс етіп салатын боламыз. Жұмыртқадан кейін біз қызанағымызды да осылай жақсылап біркелкі етіп салатын боламыз. Қызанақтың суын қоспайтын боламыз. Суын бөлек алып тастаймыз. Қызанақтарымызды бір тегіс етіп салып болғаннан соң, келесі майонезімізді де салып, бір тегіс етіп, кезекпен осылай салып отырамыз. Қызанақтан кейін сырымызды да салып, барлығын бір тегіс етіп, видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Бұл салатты жаңа жылға да және де мерекелік дастарханға да жасасаңыздар өте керемет көрінеді және де тойымды салаттардың бірі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Артынша біз барлығын жағып болғаннан соң, ең соңында біз жаңағы дайындап қойған нандарымызды, сухариктерімізді осылай бетіне бір тегіс етіп қойып шығатын боламыз. Міне біздің салатымыз осылай дайын болды. Енді дайын болғаннан соң біз жан-жағын сыртындағы кальцийларын алатын боламыз. Міне біздің салатымыз дайын. Енді соңында біз жаңағы қуырып алған магымызды жан-жағына және де жоғарысына сеуіп, әрлеп шығатын боламыз. Достар, егер де сіздерге рецепт пайдалы болса және де ұнаса, лайк басып, астына комментарий қалдыра кетіңіздер және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын! Сәлем достар, бүгін сіздермен керемет болып шығатын, өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығатын кабачоктан салат жасайтын боламыз. Біз бұл кабачоктарды майда емес, духовкада майсыз қуыратын боламыз. Кабачогымызды алып, біз жақсылап жуып алғаннан соң, астын және де үстін пышақпен кесіп алып, жақсылап жұқа етіп, видеода көрсетілгендей етіп кесіп алатын боламыз. Барлығын дайындап, бұл кабачокпен жасалған салат өте пайдалы болып келеді. Ары қарай біз 2 жұмыртқамызды да жарып, жақсылап тұз қосып араластырып аламыз. Содан соң біз кәділерімізді осы жұмыртқаға аунатып, нандардың үгітіліп,
алдын ала дайындап қойған болатынмын. Нанды сіз сухарик етіп, кез келген пакеттердің ішіне салып, оқтаумен жүргізіп, осылай өзіңіз қолдан жасап алсаңыздар болады. Сухариктерге аунатып аламыз. Тек бір жағын ғана аунатып, сосын барып келесі бетін біз формамызға салып пісіріп алатын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Біз ешқандай майдың көмегінсіз пешімізде 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Келесі біз соусын дайындайтын боламыз. Бізге керегі майонез, чеснок және де укроп керек болады. Біз чесногымызды үкіште майдалап өткізіп, жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Міне біздің кабачоктарымыз осылай жұмсақ болып тұрады пешке салғаннан соң. Сосын барып осылай соусымызды бір сегіз етіп кабачоктарымыздыға жағып шығатын боламыз. Біз соусымызға укропты қоссақ, біздің осы салатымыздың дәмін өте керемет қылып дәмін ашатын болады, және де чесноктың дәмі де өте керемет үйлесетін болады. Біз артынша осыған помидор және де салат жапырақтарын жақсылап қойып, жақсылап рулет сияқты орайтын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, сырты өте әдемі болып, біздің кабачоктарымызға жабысып тұрады осылай жұмыртқаға аунатқаннан соң. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Бір отырғаннан жеп қоятын закуска салаттардың бірі. Қазіргі көктем мезгілінде өте керемет салаттардың бірі деп ойлаймын. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Келесіде қандай тәтті түрін қаласаңыз, немесе салат түрін қаласаңыз, астына комментарийға қалдыра кетіңіздер. Келесіде сіздермен бірге жасайтын боламыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мерекелік дастархандарға арналған салаттың рецептісін бөлісетін боламын. Астына тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Ең алдымен қызып тұрған майымызға осылай картоптарымызды жуып, тазалап, үкіштен өткізіп алатын боламыз. Барлығын осылай қуырып, майда қуыратын боламыз. Сарғыш түске енгеннен соң осылай алатын боламыз. Бізде бұл картофель пай, бізде әдемі және де салаттың ішіне қосатын боламыз. Осылай картоптарымыз осылай қызарып және де қытырлақ болып пісуі қажет. Келесі бізде 4-5 дана жұмыртқамызды алып, осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кубик немесе осылай соломка түрінде кесіп дайындап алсаңыздар болады. Артынша 4 қызылшамызды да суға пісіріп қайнатып аламыз. Бұны да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап дайындап алатын боламыз. Бұл салат өте витаминге бай, сондықтан да міндетті түрде аптасына бір рет осылай жасап тұрыңыздар. Келесі бізде осылай картофель пайдың жартысын ғана қосатын боламыз. Қалған бөлігін салатымыздың бетін әрлегенге қолданатын боламыз. Және де осылай 200 грамм жүгері қосатын боламыз. Артынша шым-шым тұз және де укропымызды сеуіп араластыратын боламыз. Барлығын салып болғаннан соң мөлшерінше майонезімізді де қосып араластырып салатымызды ұсынуға дайындайтын боламыз. Міне осылай сіздерде 5 минуттың ішінде жасап көріңіздер, өте дәмді және де витаминді салаттардың бірі. Мерекелік дастархандардың кезінде осындай немесе алдағы келе жатқан жаңа жыл мейрамында осы салатты дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Бізде соңында осылай картофель пайдың қалған бөлігін осылай бетіне әрлеуіне қосатын боламыз. Және де жүгерінің бөліктерін осылай әдемі етіп қоссаңыздар болады. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса, лайк басып, астына комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын. Сәлем достар, осындай керемет салаттың бірі подшуба салатын рецептісімен бөлісетін боламын. Сіздер астында тұрған подписация кнопкасын баса кетіңіздер. Ең алдымен бізге керегі картоп, сәбіз, жұмыртқа, қызылша керек болады. Бұларды барлығын алдын ала қайнатып аламыз. Теркадан ең алдымен біз картопымызды теркадан жақсылап өткізіп, ең бірінші картопымызды салатын боламыз. Үстінен шым-шым тұз және майонезімізді жүргізіп шығатын боламыз.
Мен мұнда сметананың ыдысын алып жасап жатырмын, домалақ әдемі формада болу үшін. Сіздер де өздеріңізге ыңғайлы форманы алып жасасаңыздар болады. Сосын біз майонезімізді үстіне жүргізіп, тегістеп, жақсылап жүргізетін боламыз. Менде шпроттың осындай балықтарымен жасайтын болдым. Сіздер де кез келген өздеріңіз селедкамен де жасасаңыздар болады. Осылай кусоктап турап алдым алдын ала. Сосын осы біз келесі картоптан кейін осы штротымызды салып, тегістеп алатын боламыз. Келесі кезекте сәбізімізді де теркадан жақсылап өткізіп, осылай жүргізетін боламыз үстінен. Арасына шым-шым тұз себуді ұмытпаймыз. Енді кезекті майонезімізді де осылай тегістеп жүргізіп шығатын боламыз. Келесі бізде картопымызды тағы да осылай жүргізетін боламыз. Менде салат биік әдемі көрінсін деп, кішкене тағы да осылай арасына бір слой етіп, картопты да тағы да қойып шықтым. Осылай үстінен майонезімізді жүргізіп, бетін тегістеп жүргізетін боламыз. Осылай әрқайсысын жүргізген кезде кішкене шым-шым тұз себуді ұмытпаңыздар. Келесі осы жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алсаңыздар болады. Осылай ағын жақсылап теркадан өткізіп аламыз. Сосын барып, келесі кезекте осы жұмыртқаның ағын бір тегіс етіп, осылай жайып шығатын боламыз. Тағы да осылай бетіне шым-шым тұзын сеуіп, кезекті майонезімізді тағы да осылай жүргізіп шығатын боламыз. Келесі кезекте біздің қызылшамызды да теркадан өткізіп алатын боламыз. Мен мұнда бір қызылшан көп болып кетеді екен, сондықтан жартысын ғана қолдансаңыздар болады. Менде жарты қызылша болды. Осылай бетіне жақсылап бір тегіс етіп салып шығамыз. Салып болғаннан соң шым-шым тұзы мен майонезін де жақсылап салып, бетін тегістейтін боламыз. Жұмыртқаның сарысында осылай үккіштің ең кіші бөлігінен өткізіп аламыз майдалап. Сосын бетіне барып, осылай әсемдеп, бетіне тегістеп салатын боламыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Аккуратно етіп аламыз. Жан-жағын кішкене сүртіп алып, міне салатымыз дайын болды. Ұнаса лайк және комментарий қалдыра кетіңіз. Ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осылай ұнсыз жайылған универсал тестаның рецептісін бөлісетін боламын, және де осы тестамен қаттама жасайтын боламыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 500 грамм ұнымызды салып аламыз, және де бір жұмыртқа, бір шай қасық тұз, және де жарты қасық разрыхитель қосасыздар, және де 250 мг жылы суымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Барлығын араластырып, қолымызға қамыр жабыспайтындай етіп, қамырымызды жақсылап видеода көрсетілгенде илеп алатын боламыз. Болған соң 2 ас қасық сұйық майымызды салып, тағы да бір кішкене илеп жібереміз де, бетін жауып, қалдыра тұрамыз. Және де біз мұнда начинкасына бізде осындай көк пиязды дайындайтын боламыз. Көк пиязымызды майдалап турап аламыз. Міне біздің тестамызды енді жаятын боламыз. Бізде тестаны жаятын кезде біз ұнсыз жаятын боламыз. Міне біздің тестамыз жайылып болды. Өздеріңіз қарап отырғандарыңыздай ұнсыз, ештеңе қоспай иледік.
Бұл сұйық майды қосудың себебі осыда сұйық майды қоссаңыздар тесталарыңызға ұнның қажеті болмайды. Тесталарыңызды жайсаңыздар да ештеңе етпейді, жабыспайды. Өте керемет болып шығады осылай тесталарыңыз. Тестамызды жайып болған соң осылай ерітілген сары майымызды жағып, барлығын бірдей етіп жағып аламыз. Сосын барып жаңағы тураған көк пиязымызды да салып, начинкамызды осылай бір тегіс етіп салып болған соң осылай кесіп шығатын боламыз. Бір тегіс болу керек. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар, осылай барлығын бір көлемде етіп орап алатын боламыз. Міне біздің қаттамаларымыз дайын болды. Менде 5 штук шықты жаңағы тестадан. Енді біз 5 минутқа тоңазытқышқа қалдыратын боламыз. Және де тоңазытқыштан алып, тесталарымызды жайып, қызып тұрған майда пісіріп алатын боламыз. Қамырды жайып жатқан кезде кішкене жабысқан кезде ол жерде кукурузный крахмалды қоссаңыздар болады, кішкене ғана. Сонда тесталарымыз жабыспай жақсы жайылатын болады. Міне майымыз қызып тұр. Газдың астын орташа етіп қоямыз, қатты жылдамдықта болмайды. Міне осылай екі жағына аударып пісіріп алатын боламыз. Бұл деген өте хрустящий болып шығады. Келесісінде осылай майға қуырып айналдырып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің қаттамаларымыз дайын болды. Хрустящий өте керемет болып шықты. Дәмі де керемет болды. Сіздер де достар жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Бір жегеннен барлығы таусылып қалады. Достар, егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Ас болсын. Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай үй жағдайында жасалатын кепси, куриный стрепсиді жасайтын боламыз. Бұл өте дәмді, сочный болып шығады. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер, жаңа рецепттерді жіберіп алмаңыз. Ең алдымен біз осындай куриный филені алатын боламыз. Бұның сүйектері жоқ, жұмсақ болып тұр қазір. Осыны біз өзіміздің кез келген ұнайтын формамызға кесіп, дайындап аламыз. Мен осылай ұзынша етіп турап барлығын бір формада келтіріп алдым. Сіздер де осылай кесіп істесеңіздер болады. Жеген кезде де өте ыңғайлы болып келеді. Бұл жерде тауықтың төс еті 500 грамм шығады. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қанша істейтін болсаңыздар, соған қарай етті алып турап аласыздар. Сосын барып енді мариновка жасаймыз. Бізге осындай три желанияның кетчуп майонезі қажет. Барлығын көз мөлшерімен жасадым. Келесі бізде приправа для курицы, осы тауық етіне арналған приправаларды қосатын боламыз. Осылай барлығын қосып, дәмдеуіштерімізді қосамыз. Сосын барып, перец бізде қара бұрышты да қосып жібереміз. Дәмі кіру үшін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді өздеріңіз қоссаңыздар болады. Бұл жерде келесі паприка. Паприканы да көз мөлшерімен қосамыз. Және де біздің дәмін ащы қылып жегілеріңіз келсе, осылай қызыл бұрышты да қоссаңыздар болады. Соңында барып, 2 ас қасықпен сұйық майымызды құямыз. Сосын барлығын таза қолымызбен араластырып, мариновка жасап қойдық. Міне, болғаннан соң бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке 2-3 сағатқа жібереміз. Міне бізде 3 сағат өтті. Алдын ала осылай майымызды қыздырып қоятын боламыз. Мұнда біз ұнымызды және де тұз және де қызыл бұрышты салып араластырып дайындап аламыз. Сосын барып ұнға аунатамыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Ұнға аунатып, алдын ала дайындап қоямыз. Мұнда біз газымыздың астын қосып, сұйық майымызды да құйып, дайындап аламыз. Сосын біз және де 2 жұмыртқаны алып, ыдысымызға жарып, тұзын қосып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Біз жаңағы бір рет ұнға аунатып алғаннан кейін барып, біз осы жұмыртқаға да тағы бір аунатып, ұнға салып, сосын барып майға жіберетін боламыз. Сонда біздің
куриный стрипсиміз өте дәмді, хрустящий және сочный болып шығады. Сіздер де осылай жасаңыздар. Барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Бізде мұнда майымыз алдын ала қыздырып қойды, қызып тұр. Енді барып майға салып пісіретін боламыз. Міне біз дайын болды. Майымыз да қызып тұр. Енді барып майға салып, қызып тұрған майға салып пісіретін боламыз. Осындай жан-жағы жабық ыдыста қуырсаңыздар, сіздердің майларыңыз жан-жаққа шашырамайды, және де жан-жағы тап-таза болып, аккуратно пісетін болады. Сіздер де осындай барынша жабық ыдыспен пісірсеңіздер, өте керемет болады. Ал достар, біздің міне куриный стрипсиміз дайын болды. Үй жағдайында өте дәмді болып шығады және де пайдалы. Өздеріңіз мысалы үйде жасасаңыздар, сұйық майға жасайсыздар, бір рет қана қолданып. Ал магазинде жасаған сұйық майды қайта-қайта пісірген сайын ол сұйық майдан түрлі химикаттар бөлініп, мысалы бізге зиян болып табылады. Сондықтан да көбінесе дайын тағамдарды өздеріңіз үйде жасасаңыздар керемет болады. Достар, егер де менің видеом ұнаса және де пайдалы ақпараттарым ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Ас болсын!
Привет,